Айгүл ешқашан өзін бақытсызбын деп ойлаған емес. Күйеуі бар. 2 баласы бар. Тыныш өмір. Сырт көзге бәрі мінсіз. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол күні ол күйеуінің телефонын байқамай қолына алды. Әдетте ол ешқашан тексермейтін. Сенетін. Бірақ дәл сол күні жүрегі бір нәрсені сезгендей болды. Экранда ашық қалған хабарлама тұрды. Сені сағындым, кеше керемет болды. Айгүлдің қолы дірілдеп кетті. Басында сенбеді. Жай қате шығар деп өзін жұбатты. Бірақ хабарламалар көбейе берді, суреттер. Дауыс жазбалар. Және ең ауыр сөз, әйелің ештеңе білмейді ғой. Сол сәтте Айгүлдің ішкі әлемі қирап түсті. Ол диванға отырып қалды. Жылай алмады да. Жай ғана бос қалды. Кешке күйеуі үйге әдеттегідей жайбарақат кірді. Тамақ дайын ба? Деді ол. Айгүл үнсіз тұрды. Сосын жай ғана бір сұрақ қойды. Ол кім? Күйеуі алғашында түсінбегендей болды. Не айтып тұрсың? Айгүл телефонды алдына қойды. Ол кім? Үнсіздік. Ұзақ. Ауыр. Сосын күйеуі жай ғана отырды да басын төмен түсірді. Мен білмеймін қалай болды. Осы сөз Айгүлді одан сайын күйретті. Білмеймін, бұл қалай, білмеймін. Бұл қателік емес еді. Бұл таңдау еді. Қанша уақыт болды? Деді Айгүл сыбырлап. Жарты жыл. Айгүл үшін бұл сөздер пышақтай батты. Жарты жыл бойы ол күліп жүрген. Жарты жыл бойы ол сеніп жүрген. Жарты жыл бойы оны алдаған. Сол түні Айгүл ұйықтамады. Балаларының жанында отырып ұзақ қарады. Мен не істеймін? Кетем бе? Қалам ба? Оның ең қорқыныштысы жалғыз қалу емес еді. Ең қорқыныштысы енді ешқашан сенбеу. Келесі күні ол айнаға қарады. Көзінің астында ісік. Бірақ көзінде бір жаңа нәрсе пайда болды. Ашу емес. Суықтық. Күйеуі кешірім сұрады. Көп сөйледі. Уәде берді. Мен бәрін тоқтатамын, бұл соңғы рет, мен сені жақсы көремін. Айгүл тыңдап отырды. Бірақ ішінде бір нәрсе өліп қалған еді. Сенім. 1 апта өтті. Айгүл ештеңе демеді. Айқайламады. Ұрысқан жоқ. Бірақ бір күні ол чемоданын жинады. Күйеуі таң қалды. Не істеп жатырсың? Айгүл жай ғана қарады. Мен кешірдім. Күйеуінің көзі жайнап кетті. Рахмет, мен бірақ ұмытпадым. Осы сөзден кейін бәрі түсінікті болды. Айгүл балаларын алып үйден шықты. Ол жыламады. Бұл жолы жоқ. Өйткені кейде ең қатты ауырған адам жыламайды. Айлар өтті. Басында қиын болды. Жалғыздық. Қорқыныш. Күмән. Бірақ бір күні ол қайтадан күле бастады. Шынайы. Бір досы одан сұрады. Өкінесің бе? Айгүл сәл ойланып қалды. Сосын күліп. Жоқ. Мен өзімді таңдадым. Ал бұрынғы күйеуі? Ол әлі де хабарласады. Қайтып келші, бірақ Айгүл енді басқа адам. Ол енді ешқашан өз-өзін жоғалтпайды. Кейде ең ауыр сатқындық бізді әлсіз етпейді, керісінше бізді оятады. Егер сен де бір күні осындай таңдаудың алдында тұрсаң, есіңде болсын, бәрінен бұрын сен өзіңе лайықсың.